İnşikak Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Аспан жарылған сәтте, лайықты болып, Раббына бой ұсынған кезде, жер созылған сәтте, ол ішіндегіні шығарып босатқан сәтте, Раббына бой ұсынып, лайықты болған кезде, يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Әй адамзат, негізінде сен Раббыңа қарай өте тырыссаң, сонда оған жолығасың. Ал енді кімнің дәптері оңынан берілсе, сонда ол дереу жеңіл есеппен есептеледі. Ол үй ішіне қуанып қайтады. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. Ал және кімнің дәптері арт жағынан берілсе, сонда ол дереу өлім шақырады, қайнаған тозаққа түседі. Өйткені ол өз үйінде мәз мейрам еді. Негізінде ол әсте Аллаға қайтпаймын деп ойлады. Олай емес. Расында Раббы оны көздеуде еді. Жоқ, шапақ уақытына, түнге, әрі ішіндегі нәрсеге, толған айға серт. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Әлбетте сендер бір жағдайдан бір жағдайға өтесіңдер. Сонда оларға иман келтірмейтін не болды? Оларға Құран оқылған кезде сәжде қылмайды. Әрине кәпірлер өтірік дейді. Алла олардың бүкпелеген нәрселерін жақсы біледі.
Мұхаммед алейхиссалам оларды күйзелтетін азаппен сүйіншіле, бірақ иман келтіріп түзу амал істеушілерге таусылмайтын сыйлық бар.